Міне енді біз тура арты сияқты алдын пішеміз. Өте ұқсайды. Біраз жерінде қана өзгешілігі бар. Мінекей, тура сол меркі. Біз бірінші көйлегіміздің ұзындығын аламыз. Ұзындығы дегеніміз мойыннан мына белге шейінгісін аламыз. Мойыннан белге шейінгісі біздің алдыңғы жағында жазылып тұр. Ол 42 болды. Міне 42 мына жерден болды. Мен 3 сантиметр қостым. Мінекей белгілеп, осылай белгілеп аламыз. Сызып аламыз бүйтіп. Міне сызып алдық. Енді мойнымыздың алдыңғы жағы ашық болады, төмендеу болады. Бұл 8 сантиметр болды. Міне 8 сантиметр. Мына жерден мына жерге шейін. Енді мына жерден біз мойнын саламыз. Ошыны екіге бөліп саламыз. Бізде 17 сантиметр еді. Сантиметрдің көмегімен бүктеп аламыз. Мінекей 17-ні алдық. Мына жерден қойып саламыз бүйтіп. Мінекей енді 1 сантиметр 8-ге қарай жылжытып аламыз. Мына жерге мен жазып қоямын бүйтіп сызып. 1 сантиметр. Міне көрдіңіз, ішке қарай. Енді осы точкадан бізге мына керек емес. Мына жылжытқанымыз керек. Осы жерден былай сызып аламыз. Бұл жерге уже біз шп дейміз. Шп, міне ширина плеч деген сөз, иығымыз 13 сантиметр. 13 сантиметрді аламыз. Мына жерден біз 4 сантиметр арқасына да солай алғанбыз, алдына да тура солай аламыз. Міне бұл 4 сантиметр. Енді мына жылжытқанымызды алып 8-ге қосамыз думалақтап. Енді біз иықтан төмен қарай 18 түсіріп, оғыны қай жер екен, оғы тұратын жерімізді тауып аламыз. Мінекей, мен жерден қойдым 18-ді. Енді осыны сызып аламыз. Міне сызып алдық. Енді осы 18-дің ортасын аламыз. Көзбен де алуға болады. Немесе сантиметрмен тең бөле салсаңыз да болады бүйтіп. Міне былай бүктейсіз де тең бөліп аласыз. Сөйтіп, оны былай сызып аламыз. Бұл жерді бізде шығысы дейді. Мына екі қолдың арасы. Осы екі қолдың арасы шығысы бөлеміз екіге. Ширина грудьті бөлеміз. Менің ширина грудьім 35 бөлеміз екіге. Мінекей 35 сантиметрді алып аламыз. Міне грудьіміз 35. 35-ті алдық. Бұны бүктейміз. Сөйтіп, осы жерге белгілеп салып аламыз. Міне, ол мына жерге келді. Енді мына иығының точка нүктесін мына шығысыға қосып аламыз да, мына жағын түзу түсіре саламыз. Мына жерден қақ ортасынан біз 3 сантиметр алып аламыз. Міне 3-ті осылай аламыз. Енді осыны қосамыз бүйтіп. Мінекей, енді біз мына жерді таптық. Бұл көкірегінің айналасы оғы. Міне оғы. Қосамыз 3-ті. Бұл емшегімізге байланысты қосылады. Алдымызда емшегіміз бар. Оны 2 бүктейміз. Бөле саламыз 2 бүктеп. Міне 46. 46-ға бірінші 3-ті қосып аламыз. 49 болды. 49-ды 2 бүктеп өшерге саламыз. Мен қазір сантиметрмен көрсетемін. Мінекей 46. 3-ті қостым 49. Енді осыны былай бүктеп, міне осы жерге саламыз. Міне кеудесі толық шықты. Енді жаңа айттым ғой, бірінші дпсыны өлшеп алғанбыз біз. Дпсы бізде
42 еді, 3 қосты 45 болды. Бұл жерді оты акрос тали болды бұл. Оты бөлу 2-ге. Отымыз біздің 39, бөлеміз 2-ге. Мінекей 39-ды аламыз. Бұлай бүктейміз. Көріңіз, 2-ге бөлу деген сантиметрдің көмегімен істейміз, қыздар. Мінекей ол мына жерге келді. Мына жерден біз выточканы аламыз. Мінекей 3 сантиметр бұл жерде. 3. Енді осы 2 точканы қоссақ, бізде алдымыз шығады. Алдыңғы бөлігі шықты. Біз мына жерден 1 сантиметр запас алып аламыз. 1 сантиметр запас. Артық. Мына жерден тігіледі, мына жерден қырқылады. Енді қарап тұрсаңыз, бәрін салды. Енді бізге выточка керек. Выточкада бұлай өлшенеді. Иықтың мойнына тақап, мәмесінің ұшынан өлшенеді. Мінекей, иықтан тақаймыз. Мәмесінің ұшына келдік. Бізде 26 болды. Міне 26 ұш жер. Бірақ ара қашықтығы бізде 10 болады. Мінекей, мына точка болып тұр бізде. Міне қада 10-ды сабаламыз. Параллельный шығу үшін. Мінекей, енді осыны біз сызамыз. Сызғанда осыны қосып сыза беріңіздер, бірақ тіккен кезде көрсетемін қазір оны. Міне 1,5 мына жаққа жібереміз, 1,5-ды bu жаққа жібереміз. Мына 3 сантиметр өшерде шығып кету керек. Мінекей 1,5, 3 болды. Енді осыны қосамыз. Мына жақ қарайда. Бұлай қарай салғанда мына қолтығына 7 сантиметрде жетпей тұрғаны жақсы. Мінекей, осы жерден біз сызамыз. Міне менікі 7 сантиметрдей болды. Мінекей, енді мына жақтан 1,5, мынадан да 1,5. Егер емшегі дәулерге 2 сантиметрден алуға болады. Мінекей, үстіп выточкасында салдық. Енді біз выточканы тігер кезде мына жерге 4 бұрыш выточка істемейміз. 3 сантиметрдей әрі керектен тігіп отырамыз. Міне 3 сантиметрден төмен тігіп отырамыз. Төмен ақ қойыппын. Міне 3 өшерден, мынағыда 3 осы жерден болды. Сонда біз бұлай сызбасақ болады, қырқамыз. Мінекей. Тігісіміз осы жерде қалып кетеді. Мынау да осылай болады. Бүйтіп тіккен кезде міне бүйтіп тігіп шығамыз. Мінекей, выточкамызда салып үйрендік. Кейінгі сабақтарда мен осы жағаларының әртүрлі ойындыларын көрсетемін. Қазір біз осыны қырқып көрейік. Ешқандай мына жақтардан запас нәрсе алмаймыз. Матаға сағанда да ешқандай запас алмаймыз. Өйткені бәрін біз белгілеп беріп отырмын. Міне осы тере-тере сызықпен қырқамыз. Тіккенде мына тігіспен тігіп шығамыз.